Қайырлы күн достар, менің арнама қош келіпсіздер. Сіздермен Толқын. Мен бүгін сіздермен таңғы асқа өте тойымды әрі жеңіл, тез дайын болатын сырникидің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға сүзбемізді саламыз. Оның үстінен қант, бір жұмыртқа және ұнтақ жармасы, яғни манная крупаны салып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғаннан кейін ыдысымыздың қақпағын жауып 5-6 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа салып қоямыз. Бір түн өткеннен кейін біздің сырники тестамыз осылай қоюланады. Тақтайымызға ұн себеміз және қолымызға да ұн себіп, бір ас қасықтан қамырымызды алып, сырникидің формасын шығарамыз. Дөңгелете отырып, стаканмен немесе осындай кольцоның көмегімен дөңгелетіп шығамыз. Егер сіздерде сырникидің тестасы сұйықтау болып қолға жабысып жатса, тестаның құрамына 1-2 ас қасық ұн сеуіп жіберуге де болады. Негізінде сырникиға құрғақ немесе қатты творогты таңдау керек. Блендермен езгенде өзінің формасын ұстайтындай қатты масса пайда болады, сонда қолға жабыспайтын болады. Тестаның барлығын дәл осылай дөңгелетіп шығамыз. Ұн сеуіп отыруды ұмытпаймыз, қолға немесе тақтайымызға жабысып қалуы мүмкін. Табамызды қыздырып, үстіне сары майымызды салып, жақсылап ерітеміз. Одан кейін сырникиміздің барлығын екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Мен сырникаларды жалпақ жұқа етіп дайындадым. Егер сіздер қалың, биіктеу болғанын қалап солай жасасаңыздар, қақпағын жауып қуыруға болады, сонда арасы толық пісетін болады. Сырникиларды осылай екі жағын қып-қызыл етіп қуырып, аударып шығамыз. Отты орташа отқа қоямыз. Егер сіздер баяу отқа қойсаңыздар, барлық майды өзінің бойына сіңіріп алуы мүмкін. Ал жоғары от болса, құрамында қант болғаннан кейін екі беті тез күйіп, ортасы піспей қалуы мүмкін. Сырникиға қантты көп қосудың қажеті жоқ, бір ас қасықтай жетеді. Егер көп қойсаңыздар, тез күйіп кетуі мүмкін құрамында қант болғаннан кейін. Осымен достар, біздің сырники дайын болып қалды. Өте жылдам дайындалады, әрі дәметі өте керемет, тойымды, таңғы асқа жатады. Сіздер де жасап көріңіздер менің рецептім бойынша. Егер менің рецептім ұнаса, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алда әлі көптеген рецептермен бөлісемін. Сау сәлеметте болыңыздар.